Сәлем достар, бүгін біз осы жақында ғана өткен Олимпиаданың 9 сыныпқа арналған есептерін қарайтын боламыз. Бірінші есебі, яғни бұл жерде ABC деген үш тапсырмасы бар екен. Бірінші есебін жалпы оқып шығайық. Бұл жерде егер қарайтын болсаңыздар, берілгеніне екі түрлі әріптер беріледі және текст беріледі, или сөз. Содан егер дейді, мысалы, А деген әріптерін Е әріппен ауыстыру керек. Сонда мысалы азатман дегеннен езетмен деп шығады. Және U мен Q олар да ауыстырып шығады. Егер бар болса, С мәнін ауыстыру, немесе болмаған жағдайда -1-ді шығару керек дейді. -1 деген сөзі, яғни мысалы ол текстте болмауы мүмкін. Сол үшін мен ABC деп алайын. Бұны, яғни пробел арқылы болатын болған екен. Input split. Бұл жерде мен бірден тексеріп алайын. Яғни А әрпі, және А мен Б кіші әріптер С және текст болу керек дейді. Мен осы жерде бір екі нәрсеге жалпы назар аударсаңыздар деймін. Бірінші нәрсе ол, яғни С-ны біз міндетті түрде кішкентай әріптерге ауыстырып алу керекпіз. Және осы жерден count арқылы А-ның мәні. Егер бұл жерде не деген сөз? Мысалы, осыны мерден көрсетіп, жалпы сіздерге де түсінікті болу үшін, жалпы бұны сақтап алайын. Бұл A есебі. 9 сыныбына арналған есеп. Мысалы, А және Б және мысалы, мынандай сөз болатын болсын. Сонда мен не істедім? Бірінші мына lower арқылы берілген текстің кіші әріптерге ауыстырып алдым. Екінші нәрсе, мен істейтін нәрсе, бұл осы С деген lower болса, соның ішінде мысалы А деген әріпі бар ма жоқ па деген сөз. Бұл жерде count қолданамыз. Count деген сөз санау. Мысалы А және Б болатын болсын, және үлкен әріптермен мынандай болсын. Егер қарап отырсаңыздар, мына ABC деген болады, С деген текст, мынаның ішінде А деген 3 рет кездеседі. Бұдан не үшін былай істедім? Себебі, егер де ол оның арасында болмаса, онда -1 шығу керек. Сонда if мынау тексттің ішінде не үшін lower мен алып отырмын? Себебі бұл жерде, мына жерде қарап отырсаңыздар, азатмен деген А деген үлкен әріппен, бірақ оны Е қылып кішкентай әріппен. Сонда үлкен әріпті де біз тексеру керекпіз. Сол үшін мен үлкен әріпті кіші әріпке ауыстырып алдым. Тең емес, жалпы тең 0 деп алайық. Егер кездеспеген жағдайда print -1. Else енді орындалу керек. Мен бұл жерде мыналарды жалпы жазылайын. Осыны мен тағы да бір сыпыра көрсетейін. Мысалы, А және Б деген болсын. Егер де кездеспеген жағдайда, мысалы, кездеспейтін жағдайда сандарды бере салайын. Бұл жағдайда қарап отырсаңыздар, мына А деген әріп, С деген тексттің ішінде жоқ. Сол үшін -1 шықты. Сонда ол бірінші шартты қанағаттандырдық. Екінші нәрсе, бұлар енді ауыстырған кезде біз оңай жолы сол циклмен ауыстыра бергеніміз дұрыс. Екінші тағы шартты көре салайын. Мысалы, А және Б және үлкен мынандай бола берсін. Қарап отырсаңыздар, міне А дегенде үлкен әріптер болсын, бәрін кіші әріпке ауыстырдым да, соны істедім. Енді осы үшін мен циклмен жұмыс істеймін. Циклға бізге бір соңғы результат керек. S деп ала берейін ол. Яғни for I in С деген тексттің ішінде, бұл I деген берде инкремент емес, I деген бұл жерде символ. Сонда if I-іміз тең неге болса, А-ға болса, А дегенге болса, онда С плюс тең Б-мен ауыстырамыз. Әйтпесе
с плюс тең айдың өзімен. Сол жерге жағана print қоямыз c. Енді осыны дәл осы мысалмен алайық. Азатман деген азатман деген. Сонда қарап отырсаңыздар, мына жерде үлкен әріпті мен ауыстырған жоқпын. Сол үшін мына жерде мен бірден lower қылып, жоқ, lower емес, егер де мынандай болса, мені былай қыла берейін. Міне, үлкен әріп болғандықтан мына жерде оны, яғни бар кішкентай әріппен ауыстырды. Екінші мысал, міне, мына мысалды қарастырып көрейік. Бұл жерде үлкен әріп өзі сақталып тұр, U-ның әріпі Q-мен ауыстырылды. Сонда біздің есебіміз шықты. Бұл 9-шы сыныптың А тапсырмасы. 9-шы сынып, 9-шы класс деп айта берейін. А тапсырмасы. Бұны яғни сақтап болдық. Бұл мен өшіре салайын. Енді келесі Б есебін қарайық. Б тапсырмасы. Б тапсырмасының жалпы мен бірсыпыра түсіндіріп өтейін. Бұл жерде факториал беріледі. Жалпы факториал. Факториалдың әрбір соңынан келетін нөлдердің санын есептеу керек. Мысалы, жалпы бірінші мен сіздерге түсіндіру үшін факториалды қолданып көрсетейін. Жалпы есептің өзін түсіну үшін. Print факториал. Жерде 15 деген алайық. Бұл 9-дің Б есебі. Мені қарап отырсаңыздар, тура мынандай мысал берілген. Егер дейді, факториалды 15-ін берсең, дейді, мынандай үлкен сан береді, сонда бұл 3-0. Егер қарап отырсаңыздар, міне 3 деген сан, жер көрінбей жатқан жер. 3 деген, яғни 3 деген 0 қандай факториалдың ең алғашқы кездесетін факториалдың мәнінде кездеседі. Мәнінде сонда 0. Мысалы 3 деген 0, ең алғашқысы 15. Мысалы мынандай болуы мүмкін. Бұл жерде 15-те мынандай шықты да. Егер қарап отырсаңыздар, мен тура осыны 16-ны ала салайын. Жалпы 16-шы мәнінде де. Екі түрлі мән берді. Екеуінде де 3 0-мен соңғысы саны 3 0-мен аяқталатын 2 де мысалы сан бар. Бірақ ең алғашқысы болып, мынау 15-те кездеседі. Мейлі мен сол сияқты әдейі 14-ті де мәнін алайын. Түсінікті болу үшін. Мына жерге 14, 15 және 16 деп алайын, өзімізге де түсініктіру үшін. Егер қарап отырсаңыздар, міне 14-те мән 2 0-мен бітіп жатыр. Ал 15, яғни 2-ден кейін, 2 0-ден кейін 15-те жүрген кезде 3-0 келеді. 16-та да 3-0 сөйтіп кете береді. Енді осы жерде мен бір ғана кішігірім цикл қойайын. Себебі бұл жерде түсінікті болу үшін қай кезде не үшін -1 шығып жатқан және 0 болып жатқан. Мен бір 10-ға дейін мәнді алайын. 11 деп ала берейін, 10-ды қоса ала берейін. Енді осы жерде факториал print I факториал айдың өзін алайын. Мен басына жасайын. Енді қараңыздар. Егер 0 болатын болса, дейді, яғни бірінші саны, ол да 1 бар. Бұл жерде ең алғашқысы 0. Сонда қарап отырсаңыздар, міне 0 кездеспейтін жағдайда. Енді 0 бірінші кездесетін жағдайда ол 5-те кездеседі. Сөйтеді, бәлі 1 0-мен кетеді, кейін 10-да екінші 0 келеді. Егер тағы да бір заңдылықты көрсете салайын, бір не жерге 21-ді алайын. 21-ді алған кезде мен жалпы бір нәрсені көрсеткім келіп жатыр да сіздерге. Мысалы, 5-те 1-0 кездесті, 10-да тағы 1-0 кездесті, 15-те тағы 0, яғни өсті деген ғой. 20-да тағы 0. Сол сияқты мен не жерде 30-ға дейін алайын, бірақ енді мен I процент 5 тең 0 болған кезде ғана шығар деп айтамын. Жоқ, мен сіздер жалпы түсінікті болу үшін әзірше мен барлығын ала берейін, осының бәрін. Себебі бір нәрсені сіздер байқамай қалу.
егер қарап отырсаңыздар, мен үлкен сандар беріп отырмын. 5-те ол 120 болды, ол түсінікті. 10-да 2 0, 15-те 3 0, 14-тен кейін 15-те 20-да 4 0. Енді қараңыздар, 25-те мына жерде біз күтетіндей 5 0 болу керек еді, бірақ бұл қарап отырсаңыздар 6 0-ге ауысты. Сонда бізде 5 0-мен бітетін сан, соңғы факториал саны ондай сан жоқ. Сол үшін -1 шығарып отырмыз. Сөйтіп кете береді, міне 30-да 7 0-мен бітеді. Жалпы енді осы жерде мен кішігірім бір if-ті қолданайын. Міне мынандай мысалы, 0 ешқашан кездеспейтін жер ол 0 кезде, одан кейін 1 кездесетін кезде міне мынандай 3 бар, 4 бар, мына жерде мысалы 6 бар, мына 4-ден кейін 6 және міне 7-ге дейін кетеді. Енді мүмкін тағы сіздерді тағы да мен түсініктілеу қылу үшін мен былай істейін. Егер осындай болса, 5-ке бөлінетін сан болса, мына факториал дегенді S дегенге STR-ге айналдырып, мынаны істеп, мына жерде мен не істеп жатқандағы қарап отырсаңыздар, міне мен жалпы жай ауыстырдым. Мен қазір сіздерге міне 1 0, 2 0, 3 0. Енді мына жерде тек қана мен нөлдерді ғана есептейтін бір жалпы көрсете салайын. Осы тексттің ішінде именно бастапқыны істеу үшін мен мына жерге for j in s-тің ішінде if j-иміз тең 0 болса count. Бұл мен жерге мен сіздерге жалпы жай әлі түсіндіру мақсатында істеп жатырмын мына жерде. Тең j және count плюс тең 1-ге. Бұл жерде енді мен ss емес, ss-ті ала берейін. Мына жерде count. Жалпы мен көрсетейін дегенім сіздерге міне 0-де 0 шықты. 5-те 1 ғана бар. 10-да 2. 15-те мына жерге 0-дің соңғылар, мына 0-дерді мен тек қана 0-дердің өздерін ғана теріп алып жатырмын. 20-да міне 7. Мына жерде сәл дұрыс емес болып қалды. Count print. Егер де мына жерде мен дұрыс бүкіл мына 0-де мына жерде 0-дерді санап кетіпті ғой. Ол үшін мен бүйтейін, егер else болса мен break қыла салайын да. Дұрыс. Else break қылайын. Яғни бұл циклдан шығып кетті деп отырмын. Міне мен енді мына тура осылай шықты. Мынаны емес. Енді қараңыздар, мен істедім 0-де 1. Енді мен осыны тура есеп сияқты, бірақ мына жерде мен былай алайын. Мына жерге count қылайын да. Және осы жерде мен мына жерде айды алайын да, мына жерде ss-ті алайын. Жалпы қараңыздар, енді 0-де 0 шығады. Міне 0-де 0 шықты. Яғни 1-де 5 шығады. Мына жерге міне 3 болған кезде 15, 4 болған кезде 20, енді 5 болған кезде мына жерде -1 шығу керек еді. 5 болғандықтан -1. Одан кейін 6, 25 кете береді. Мыналар керек емес бізге, 0-дері бар кездесетіндер. Енді тек қана мына жақпен жұмыс істейміз. Енді егер біз қарап отыратын болсақ, мына жерде бір үлкен сандар шығып кетейін деп тұр. 10-ның 6 дәрежесі, яғни деген сөз қандай санның, яғни 10-ның 6 дәрежесі деген сөз ол миллион. Миллион нөлі бар, қандай факториалдың саны болуы мүмкін дейді да. Егер біз қарап отыратын болсақ, ол үлкен уақытты алады және үлкен сан болады. Яғни біз бұндай сияқты кәдімгі жолмен шығару мүмкін емес. Сол үшін біздің бір белгілі бір алгоритмді білдіріп алып, бұл енді шығару болады, осылайды ұзақ кете беріп шығару беру. Тек қана мына жерде мысалы егер де 5-ке бөлінетін сан болатын болса, онда ол -1 шығар деген сияқты. Бірақ бұл сияқты есеп, бұлай шығару
ол дұрыс емес болып саналады. Не үшін? Себебі бұл біріншіден уақытпен үнемді емес, және бұл кейбір жерлерде бұл заңдылықты ескермейді, заңдылыққа бағынбайды. Сол үшін мен сіздерге, мен бұны өшірейін. Сол үшін мен сіздерге мынандай бір while арқылы қолданатын, while циклмен қолданамыз. Енді егер дейді да, міне n не жерге бір басындағы инкремент 0 деп алып, мысалы, енді айтайық, айымыз кіші n-ға дейін болғанша осыны есептейді. Біз енді, мысалы, 3, міне, біз 3 кезде 15 болу керек, 15-тің факториалымен шығу керек. Сонда, ерге біз тағы да бір a деген санды беру керек. Енді, не жерге бір басқа бір b деген санды n-ге теңестірейік. Енді бұл жерде бұл не деген сөз? b деген саны n-ға теңестіріледі. b деген уақытша сақталып отыратын, уақытша ескеріліп отыратын. Енді бұның ішіне тағы да бір while мен алайын да. Егер де дейді b процент 5-ке біз білдік қой, әрбір 5-сеуде ол нөлдері өзгеру, яғни 5, мысалы қарайтын болсаң, факториал 5-те ол 5 болған ол әлбетте ол 0-мен аяқталдырады ғой. Мысалы, егер жұп сан болатын болса, осы уақытқа дейін, яғни 4 көбейту 5 ол 20 болған кейін, мысалы, ол 0-мен аяқталады. Сол сияқты 8 болсын, 5 болсын, яғни 5-тің алдында 4 болар ғой, 4 болғандықтан әрдайым 0-ге айналдырып отырады. Тіпті 10-ның өзін алсақ та, 10 ол 5-ке бөлінеді. Егер 5-ке бөлінетін болса, дедік, 5-ке бөлінетін болсақ, онда айдың өзін көрсете салайын, айымыз өсіп отырады деген сөз. Тең 1-ге. Ал мына жерде, мысалы, не жерде енді біз әрдайым инкрементке өсіп отырады, және бұны біз бірден, яғни 5-ке бөлінетін, 5-ке бөліп отырамыз. Бүтін сан, бүтін санға дейін бөлу ғой, яғни бүтін санын алып отырамыз. Және осы жерден біз мына жерде мен тағы да бір нәрсе қалдырып кетіппін. Бұл бір қандай да бір сын саны болсын, бұның мәні әрдайым 5-ке артып отырады. Әрбір 5-ке дейін. Яғни бұл жерде с тең 5-ке. Осы жерде мен бір көрсете салайын, не істеп жатқанымды осы жерден. Так, маған b керек, c керек, және i керек. Мына жер с-ға тең болу керек. Енді қарап отырсаңыздар, мен істедім. Бұл жерде не деген сөз? Бастапқы мәнін бердім, мен с-ға, бұл бастапқы мәні. Яғни, не үшін бұл, так, мына жерде мен а-ны керек демейін еді. Жарайды, мен а-ны былай ала берейін, 5 қып. Мына жерге а-ға теңестіреміз, мына жерге а-ны қосып отырамыз да, а-ны шығарып отырамыз. Міне, бұл жерде бізге не берілді? Мен осыны бір ауыз түсіндіріп салайын. Яғни, егер қарап отырсаңыздар, міне 15 бізге 1 болған кезде, мақұл, не жерде 1 деген 1-0 болады, ол 10-да емес, 10-шы факториалда емес, керісінше бір -5 қойып отырамыз. Енді сонда қарайтын болсаңыздар, -5-ке ала отырайық. Егер қарап отырсаңыздар, міне бірінші 0 қай кезде кездеседі? Ол 5-ші факториалда, 2-0 ол 10-ші факториалда, 3-0 ол 15-ші факториалда кездеседі. Мынау енді 1, 2, 3 деген керегіміз, ол біздің айымыз. Бірақ мен оны қалдыра берейін, мен қазір не үшін екенін түсіндірем. Егер де мысалы мен n-ді 6 деп алайын, яғни 6-0, жоқ 6-0 емес, 5-0, 5-0 қай кезде кездеседі? Біз білеміз ғой, 5-0 ол онда жоқ екен. Енді қараңыздар, міне 1 дегеніміз, яғни білеміз 5-ші факториалда, 2 деген 0 ол 10-ші факториалда, мен былай жаза берейін оны. Жалпы бұл формат ретінде жазайын. Былай қарап, мысалы 1-0 ол қай кезде болады? 5-ші факториалда, 5-ші неде міне? Егер, мына жерде мен керісінше ауыстырып қойыппын ғой. айымыз болады, мына жеріміз b-мыз болады. Енді қараңыздар, бізде
біз не жерге бастапқы мәні 5 нөл қай кезде шығады деп істедік. Қарап отырсаңыздар, міне біріншісінде 5 болып кетеді, екіншісінде 10, 3 0 15. Егер қарап отырсаңыздар, міне 5-ші нөл жоқ, бірден ол 6-ға кетіп қалып жатыр. Сонда 4 пен 5-тің арасында 5 болмағандықтан -1 қылу керек. Яғни мына жерде мен енді жай ғана бір if else қыла салам, яғни if мысалы қандай тең емес, қандайға болса тең емес болса, онда бізде -1 шығу керек та, -1. Әйтпесе else print a -5-ке. Яғни біздің нәтижеміз -1. Енді мен бұл жерде мысалы мен айтайын, бір қанша 10 нөлден тұратын. 10 нөлдің барлығынан шығардым. Қарап отырсаңыздар, міне мына 1 деген сөз ол дұрыс емес деген сөз, яғни ол өтіп кетіп жатыр деген сөз. 5-те міне шығып жатыр. Онда 45 мына жері 45-тен болып отыр. Сол сияқты осылай кете береді. Яғни мен осы жерде мен әдейі сіздерге жалпы түсінікті қылу үшін мына жерге мен бір функция істей салайын жалпы. Яғни мына жерде мен бір толықтай бүкіл бір 10 ба, 20-ға дейін істеймін енді. In range. 20 жағдайда 21 қоса алған кезде нәтижелерін көрсетемін. Яғни print I and f I-ға. Ой, мына жерде арасында қазір дұрыс емес болып қалды. Мынау керек емес әзірше. Міне, мен былай көрсеттім, міне. Қарап отырсаңыздар, 0-де ол 0, дұрыс, 1-де 5, міне 5 келген кезде -1 болды. 11 келесі 11-дің факториалында, яғни 11-дің факториалында 11 0-мен қай кезде бітеді. Мысалы айтатын болсақ, 45-пен мен жалпы тексеру мақсатында 45 пен 50-ші факториалдың сандар мәндерін алайын. Жалпы осы менің есебім дұрыс па, дұрыс емес па. Сол үшін мына жерге мен факториал, мына жерде import мысалы бұл жерде 45-те және 50-дегі алайын. Міне бұна біріншісі бұл 45-тегісі. 45-те мені қарап санайтын болсаңыздар 5-10. Яғни 45-те мені біздің 45-ші фактор 10 болды. Енді келесісін қарайық. 6. Яғни 6 12. Сонда дәл 11 0-мен бітетін ондай факториал сан жоқ деген сөз ғой. Міне есеп шықты. Яғни бұл жерде жай ғана егер n деген сан болатын болса, мысалы int болатын болса, мына жерге мынау керек емес. A-ның n-ші дәреже, n санында. Мысалы, міне I is not defined. I емес f екен ғой бұл жерде. Мысалы, бағана 1 миллион мынандай сан. Яғни бұл 100 000 екен. 100 000 бар сан факториал ол 400 000 5-ші санның факториалында. Енді одан үлкен санды алып көрейік. Бағанағы мынау санды алайық. Ол 1 миллион, яғни 10-ның дәреже. Сонда тура осындай сияқты бұл да шығарып берді. Есеп шықты. Енді C есебін қарайық. C есебін қарап отырсаңыздар, негізі шығарылуы ол былай да, жалпы егер бір оқып шықсаңыздар.
мысалы айтады кез үш түрлі сан беріледі, 5, 2 және ол жалпы бір мысалын келіп қарайсақ, мысалы 5, 2, 1000 болған кезде 5-ке дейін сандардың қосынды дәреже, мына жердегі мына дәреженің мына санына және 10.000-ға бөлеміз. Мен бірден осы есепті шығарайын былай. Мысалы А, Б, С деген үш түрлі сан беріледі. Бұларды мен map арқылы интеджерге айналдыра берейін. Integer input split. Бұл 9 есебі. Мысалы 5, 2 және мысалы мынандай бір 100.000 сан болсын. Өзін шығардық. Бұл жерде әзірше біз ешқандай жалпы тексеріп алдық. Енді қарап тура осылай шығару жолы негізі былай болу керек дейді да. Мысалы for I in range қаншаға дейін 5 қоса алған кезде дейді. 5 қоса яғни A-ны қосы 1. Сонда мына жерге бір қандай да бір D деген саны болсын. D плюс тең қосындылары I-дың дәрежесіндегі B-дің дәрежесімен дейді да. Осы жерде D деген санның қосындысы шығу керек. Мысалы тұра осы сандарды алайық. 5, 2, 1000 болсын. Сонда 55 беріп тұр. Бізде 55 берілді. Себебі осы мәннің, яғни бізде міне былайынан болу керек. B-ның дейді I-ға деген сөз ғой. B-ның I-ға шыққан кездегісі. Яғни 5, 2 мынандай сан болатын болса дейді. Қарап отырсаңыздар 1, 2, 4, 8, 16. Енді былайынан істей салайыншы мейлі. L appendпен мынаны мен D алмай қойын да. Жалпы L-дің өзін шығарайын да мына жерге. Және sum L-ді қыласылайын. Мына жерде L-ді болған кезде мен 5, 2, 1000 болатын болса, мысалы жалпы осылардың қосындысы, мыналардың қосындысы мына 63-ті беріп отыр. Яғни одан кейін мына өзінен бөлінетін болса, мысалы мәні былай болды. 63 берді, енді айтады осыған бөлесін. Бұл несін? Моды деген сөз проценті, яғни бөлшек саны. Проценті сиға. Әрине енді 63 одан кіші ғой. 63 өз кіші болғаннан кейін мына жерде ал егерде мысалы айтайық, бұл жерде 10.000 емес, бұл жерде мысалы тура осындай, мысалы 5, 2, 10 болатын болса, онда 3 шығады. Себебі біз білдік 63, яғни оның моды проценті, яғни недегі бөлшегі қалдығы 3. Негізі қарап отырсаңыздар былай кете береді. Мен айтайын, үлкен сандарды берейін. Әдейі үлкен сандарды берейін. Мысалы айтайық 100 болсын. Және әзірше дәл-ме-дәл 2-мен алайын да, осыны бір үлкен санды ала берейін бірінші бұнтан. Сонда қарап отырсаңыздар, бүкіл мына сандардың бәрін қосып шығады да, міне. Әлі кетіп бара жатыр. Соңында мынаның қалдығы мынандай сан шығып отыр. Егер өйстіп мына жерде жарайды 100, одан да үлкен сан болатын болса, мысалы бұл жағдайда қарап отырсаңыздар, оның alt дәрежесі миллион сан береді, және p-ны мынандай сан. Жарайды, бұны енді p деген өзі ол қалдығын бөлу ғой. Жарайды, бұл жерде мына жерде маңызды. Егер қарап отыратын болсаңыздар, ол үлкен сан болғандықтан, мерде мен жай ғана 100 деген ғана санды алдым. Ол осындай уақытты алды. Сол үшін былай ұқыпты емес, яғни тиімсіз былай қолдану. Сол үшін сіздерге оңай жолы, бұл енді шығару жолымен негізі осындай да, жалпы математикалық жолымен осылай шығару керек деп көрсетіп тұр да. Бірақ егер алгоритм дұрыс қарайтын болсаңыздар, осы жерге дейін мен қайтадан мен осыны өзін қалдырайын да, мына жерге мен былай істеймін. Яғни
b-ның дейді да көбейтілген, яғни бізде бұл 5 қой. Мысалы, бұл жерде мен түсінікті болу үшін 5, 5, 2, мынандай болсын. ABC қайсы екенін түсіну үшін. B, яғни 100 саны болатын болса, бұл алынған. Яғни мына жерде бастапқы саны бізде 0 болады. Яғни бұл 1 деп айта берейін. 1 алынған көбейтілген n дегеніміз бұл жерде бізде a. Осыны бөлеміз. Бөлеміз 1 алынған b-ге c s. Мысалы 5, 2, 100 деп алайық. Мына жерде қосу 1 деген бар ғой. Міне. Процент қандайға сиға. Енді бұл жерде мысалы былай істесек болады. Үлкендеу саналайық енді. Мысалы 100-ді 2 дәрежесі және мынандай саналайық. Бәрін қосып шығып жатыр. 2-ның дәрежесін. 752, бірақ мынада 752 шықты. Бұлай алайық, себебі enter жоқта жүрген жер. 100. Міне. Сонда біз тиімді есептеп шығардық. Бұл жай ғана бір формуламен. Бұл формуланың аты sum of powers. Жалпы қарап көрсеңіздер, осы сияқты шығарады өзі. Осыны жалпы бір тағы тексеріп шыға салайық. Мысалы 10 мынандай қылып көрейік. Содан бір шықты. Немесе мысалы 21 5-тің мынандай болсын. Шықты. Сонда бұл формула бойынша жай ғана бір қосып шыға салды. Негізі бұл шығару жолы мынаумен дұрыс былай. Бірақ сіздерге ұқыпты шығару үшін мынандай бір формуланы қарау. Sum of powers деген. Болды, есеп шықты.